Барлығыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Honey Again деген приложение жайында айтатын боламын. Және де бұл приложение бізде жай ғана қосылу тұрған үшін бізге ақша төлейтін болады. Бұл приложение 100% сіздерге ақша төлейді. Маған сенбейтін болсаңыздар ютубқа кіріп басқа блогерлердің осыған жасаған видеоларын көріп, немесе америкалық сайттарға кіріп, английский сайттарға кіріп көрсеңіздер болады. Барлық жерде бүкіл әлемге ақша төлейді. Және де бұл жерде минималь сумма $20, ал сіздерге регистрация жасаған кезде $5 бонусқа береді. $5 бонус сіздер алу үшін мен телеграмыма кіріп, осы приложение ссылкасы телеграм каналымда тұрады, соған басып кіру керексіздер. Астында жазылып тұрады сіздерге $5, сіз осы ссылкамен кіретін болсаңыз $5 бонусқа беремін деп. Ал енді одан бөлек бүгін мен кішігірім конкурс ұйымдастырмақшымын. Бұл программа жайында мен сіздерге кейінірек айтамын. Бірінші конкурс туралы айтып кетейін. Мен бұл конкурсқа 80 адам қатысатын болады. Мен 80 адам толған кезде стоп деген жазу жазып, 80 адам қатысады. Ал енді конкурстың шарттары, конкурста мен кішігірім 3000 теңге ғана, бірақ сол сіздерге ұтып алуға шанс бар. Және де сіздер ол үшін көп нәрсе істемеу керек, көп нәрсе істемейсіздер. Ең бірінші істейтін нәрселеріңіз, сіздердің ютубқа, мен каналыма тіркелу керексіздер обязательно, и комментарияға мен ойындамын деп жазу керексіз. Ал одан кейін сіз Play Marketке кіріп, міне Daring Descent деген ойынды скачать етіп, ойынға кірген кезде шетінде промокод тұрады. Сол промокодты жазып, осы промокод тұрған шетінде ше, осы промокод жазасыздар да, сразу ойынға кіріп, ойынға кірген аккаунттарыңызды телеграмға, міне телеграмға, мен телеграм каналыма ең соңғы видео шығады, сол конкурстың видеосы, соған комментировать етесіздер да, ойындағы мысалы никтарыңызды, сіздердің никтарыңыз қандай, ойында қандай Gmailмен тіркелдіңіз, сол Gmailды жазасыз, и мен ойындамын деп бұяққа тоже жазасыз. Содан кейін сіздер сразу қатысасыздар. Және де мен 80 адам болған кезде стоп деп жазам. Сосын типа лайфта немесе қалай ыңғайлы, сіздерге қалай ыңғайлы, солай конкурстың результатын шығарамыз. Сол результатта бір адам ұтады. Ал енді бағана Honey Again деген программа жайында айтайын. Бұл жерде бізде типа бірінші регистрация салған кезде $5 бонусқа береді. Содан кейін міне загрузка көрініп тұрады. Менде 25% болған. Ал 100% болған кезде осы жерде паят деген шығады. Типа ақша беру деген. Сол жерден өздеріңіздің ақшаларыңызды PayPalға шығарып аласыздар. Тек PayPalға ғана шығады, басқа нәрсеге шықпайды. Сосын бұл жерде не айтуға болады? Реферал деген бар. Типа анау өздеріңіздің реферальный ссылкаларыңыз болады. Сіздер менің реферальный ссылкаммен кіресіздер ғой. И сіздерден типа сіздердің істеген ақшаларыңыз типа былай ғой. Мысалы сіздің артыңыздан біреу шақырдыңыз ғой, досыңызды өзіңіздің реферальный ссылкаңыз бойынша. И типа ол осы жерге кіріп ақша тауып отыр ғой. И ол да ақша тауып отқан үшін, сіздің досыңызды ақша тауып отқан үшін, и сіз оны шақырғаныңыз үшін сізге осы Honey Again деген бонусқа подарка береді. 10% типа. Ол қандай екенін білмедім, бірақ подарка, мысалы досыңыз $20 жинайтын болса, сізге $2 подаркаға беретін болады. Және де бұл жерде өздеріңіз көргендей бірінші iPhone-ға, сосын Windows-ға, сосын Galaxy-ға, Android-ға приложениялар бар. Менде дәл қазір андроидовский приложение скачать етіп алғам. И қосқаныма примерно шынымды айтайын, 1 сағаттан асып қалды. 3 цент. Менде что-то аз, әркімде әртүрлі деген. Бұл жерде типа міне менде паят деген қазір ашық тұр. Ішіне кіретін болсаң, сізде ақша толмаған деп тұр. Мен қайт жабылып қалды. Ең бірінші бұл жерде настройка деген кіресіз. Сосын мына жерде сізде мобильный сетпен істей бересіз ба, Wi-Fi мен істейсіз ба деген. Мен мобильный сетпен істей беремін деп көрсеткем. И
тоже лимит қойған. Мен лимит міне 7 гигабайт қойып қойған. Мысалы бір айға менің 7 гигабайт қана жей алады бұл приложение. Одан артық жемейді. 7 гигабайт мен ойынша менде лишний деп ойлаймын. Сол себеп 7 гигабайт қойып қойдым. Ал сіздер өздеріңіз білесіздер, мысалы сізде қанша гигабайт лишний қалып кетеді, мысалы сонша қойып тастасаңыздар болады. Ал одан кейін сізден типа ана жерде батарейка көп жейміз деп сұраған. Оқысаңыздар болады. Но типа батарейка заряд жейді. И сіз только зарядкада тұрғанда приложение қосылсын дейсіз ба, любой уақытта қосыла берсін дейсіз ба дейді. Міне өшіріп, міне қосылып тұр. Мен любой уақытта қосып қойғанмын, потому что маған разница жоқ. Мен үйде кезде ғана қолданамын бұны, далаға шыққан кезде, сыртта болатын кезде сразу өшіріп тастаймын бұл приложение. Себебі сыртта мен өзім соткым тез өшеді, и то қыста өшіп қала береді соткым. И бұл жерде типа сізді неме істейсіз, короче, Wi-Fi қосылып тұрған үшін сізге пчелалар ақшап келеді деген ауадан, типа и мына жерде 3 приложениялар бар деген. И мына жерде үйіңізде отырған өзінде, короче, жоқ, мына жерде, короче, екі досыңызбен бірге істесеңіз болады, сізге де оған да бонус береміз деген. И мына жерде сотка қосылып тұрса долларларға шыға береді. Короче, английский кім жақсы түсінеді, сол оқыса болады. Мен, короче, шала-шала оқыдым, как-то бір бәле амалдап. И өздерінің Facebook, Twitter каналдары бар. Жалпы осы приложение ең бірінші тартасыздар. Сосын басқа приложениеға қалай регистрация жасайсыздар, солай регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін мобильный приложениесін тартып, мобильный приложениесін бағанағы регистрация жасағаныңызбен кіресіз, и сосын настройкаға кіресіз да. Ең одан кейін настройкаға кіріп, настройканы туралап шығасыздар. Потому что сіз мына жерге лимит қоймасаңыз, Wi-Fi мысалына өшік тұрады бастығынан негізші. И ол істемейді сізде. Қосылып тұрады, бірақ істемейді. Ақша жиналмайды, ештеңе болмайды, қатып тұра береді. Содан қосу керек, себебі сізде Wi-Fi жоқ болса, если Wi-Fi бар болатын болса, өшіріп қойсаңыз болады. Себебі бұл жерде типа Wi-Fi мен істейік па, или Wi-Fi істейік па деген да. Мен Wi-Fi мен деп қойып қойдым. Ішінде басқа айтатын ештеңе жоқ. Сол менде 1 сағатта 3 цент жиналды. Если қанша уақытта $1 жинаймын, мен сразу телеграмға тастаймын $1 жинаған уақытымда. Мен мысалы бір күнде жинасам, бір күнде $1 жинадым деп айтамын, 2 күнде жинасам, 2 күнде $1 жинадым деп айтамын. Ал если 4 күнде $1 жинайтын болсам, мен бұл программаны өшіремін. Себебі 4 күнде $1 ол азаннан кешке дейін қосып тұрып, мен ойынша ұзақ уақыт деп ойлаймын. Сол үшін сіздер өздеріңіз көресіздер. Бірақ бір күнде если $1 жиналатын болса, ол әрине жақсы, себебі 20 күнде $20. Но бір күнде $1 жиналады деп ойламаймын. Хотя $0,5 жиналса да бір күнде күшті болатын еді. Сол үшін $0,5 жиналсын. Барлығыңызға соңына дейін көріп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Және де жаңағы конкурсты ұмытпаймыз.